Ордабасылық шаруалар барынша ағын суды үнемдеуге көшіп отыр. Бір ғана Қажымұқан ауыл округінде 21 гектар тәлім жерден тамшылатып суғару арқылы өнім алып отыр. Шаруалардың тынысымен арна тілшісі танысып қайтты. Тамшылатып суғарудың тиімділігіне көз жеткізгендердің бірі Әділет шаруа қожалығы. Диқандар ауыл іргесіндегі су бармайтын тәлім жерді игеріп, қарбыз егіп жемісін көріп отыр. Одан бөлек қияр қызанақтың алғашқы өнімін алып үлгерген. Наурыз айында қондырылған алғашқы көшет маусым айында толық жиналған. Ал қазір бір жерден екінші өнім алуға кірісіп кеткен. Осылайша шаруа 3 гектар жерді тиімді пайдаланып отыр. Қарбыздың сорты сайыз. Март айынан осы үйден көшет қылып шығарып, апрельде поляға отырғызғанбыз. Кеше июнь айында өзі пісіп, неге артып жібердік Россияға. Өнімі жақсы, бәрі тамшылап су ішеді, заманауи. Несі Ираннан келеді, несін бәрі. Өзіміз осы тамшылап суғарып қолға батық енді. Қажымұқан ауыл округінде 602 шаруа қожалығы бар. Оның 48-і заңды тұлға. Шаруалардың басым көпшілігі мал азығын өсіреді. Жоңышқа, жүгері мен дәнді дақылдар. Қазіргі таңда бізде тамшылатып суғару ауыл округте жақсы қарқынды қолға алынып жатыр. Қазір ағын суды үнемдеу мақсатында, суды тиімді пайдалану мақсатында бізде қазіргі тамшылатып суғару әдісі ауыл округінде шаруа қожалықтарға көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Қазіргі таңда бізде 21 гектарға осында тамшылатып суғару әдісі енгізілді ауыл округінде. Жылдан жылға Түркістан облысында ағын су тапшылығы сезілуде. Әсіресе шілде айында алқапқа су жеткізу қияметтің қайымы. Облыс әкімінің өзі суды үнемдеу керектігін аймақ басшыларына қатаң ескертіп отыр. Тамшылатып, жаңбырлатып суғару әдісін қолға алу керектігін тапсырған болатын. Тапсырма аясында облыс шаруалары жаңа технологияларды өндіріске ендіруде. Ордабасы ауданынан Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Ербол Мақашев, жаңалықтар.